Содан жаңағы ағамызға сөйлесіп отырып, жаңа ағамыз айтады, енді денсаулық кетіп қалды ғой, Израильге барып $40,000 жүректі операция қылдырып келдім. Болмай жатыр бәрібір, тынысым жақсы емес дейді. Содан аға, егер ренжімесеңіз сізге мен бір әңгіме айтсам, ойбай айтса енді естейін, тыңдайын деді. Баяғыда бір патша болған екен. Бұл патша сонда залым, алуды біледі, беруді білмейді. Қанауды, өлтіруді біледі, кешіруді білмейді. Сол бейшараның жүрегі ауырар екен, тынбай жүрегі ауырар екен. Тыныштық жоқ жүрекке. Сөйтсе бір вәли келіп, әулие келіп, о хан ием, сіздің еміңізді таптым десе, кет. Тәуіпте қалған жоқ, бақсыда қалған жоқ, ешкім қалған жоқ. Құртан бір өлтіріп жіберемін сен, кет. Жоқ, өлтірсең өлтір, бірақ сенің аурың емін таптым мен. Қандай ем? Бір 17 жасар, әдемі, сұлу, ұзын бойлы баланы алып келіп, сойып, свежий қанын ішен жазылады кесін дейді. Бұл оңай ғой дейді. Патшаға оңай да ол. Іштің емес қой. Уәзірлерін айтады, тез тауып келіңдер дейді. Уәзірлер тұрады кетеді. Іздеп бір бишараны табады. Оған байдың балдар ілінбейді онда жерге. Бір кедей, бір бишараның баласы ілініп қалады бұған. Келеді бір кемпір мен шалдың баласы болады, ұзын бойлы, әдемі, қасы көзі қап-қара. Байға алып келеді, ата-анасы арқасынан жылап, еңіреп келеді. Сізде патша айтады ата-анасына, ей дейді. Мына балдарыңды сойып қанын ішпекшім, мен аурумын. Мына әулие айтты, осының қаны ішің жазыласын деп айтты деді. Ырзасыңдар ма деді. Сөйтіп шал мен кемпір ырзамыз, тақсыр, ырзамыз. 2 қап алтын беріңдер мына екеуіне. 2 қап алтын беріп. Содан ол уақытта патшалар, мұсылман патшалар болған бұлар ше. Жейтін, ішетін нәрсесінің адал арамына қарайтын патша бар. Мұсылман адам сондайды ол. Ішетін, жейтін, әйтеуір аузына кірсе болды, ұра бермейді ол. Пивосы бар ма, шампанскийі бар ма, жасы 70-ге батыр, жаңа жыл құтты болсын деп тұрып, дыңғылдатып жіберіп атқан. Ол уақытта олар мұсылман болған, олар патша болған олар. Ана қазыға айтады, ой қазы дейді, мынау баланы сойып қанын ішейін деп атырмын. Осының қаны маған адал ма десе, тақсыр адал дейді, адал. Бір емес дейді, 100 адамның қанын ішсеңізді адал. Содан қассап шақырады, мынаны енді сой дейді. Сонда бала аспанға қарап, әрі жымайып, әрі көзінен жас ағып тұрады. Сонда, ей бала дейді, не үшін жылап атсың дейді. Ей хан ием, менің бұл өмірде шыбынның қанатшалық қадірім жоқ екен. Анау шал мен кемпірдің жалғызы едім, Құдайдан сұрап алған жалғызы едім. Бұлар менен кейін перзент көрмейді, перзентті көретінен ұзақтап кеткен. Бірақ 2 қап алтынға мені сатып жіберді. Мен арзымды кімге айтамын, шағымымды кімге айтамын? Адам өзінің шағымын қазыға айтады. Мұна қазыдан сұрадыңыз. Мұна баланың қанын ішем, бұның қаны маған адал ма, арам ба деп едіңіз. Ол адал. Бұндан 100 қанын ішіңді адал деп айтты. Бұл Құдайдан қорқып айтып атқан жоқ. Бұл анау креслосынан қорқып айтып атыр бұл деді. Ондайлар бізде де көп. Орындығынан, мансабынан қорқып айтып атыр бұл деді. Адам өзінің шағымını енді патшаға айтады. Мен сізге айтам ба, зарымды. Сізге жан керек. Бізге керек емес па? Бірақ бүтін әлемді жаратқан Раббымнан ғана сұраймын. Аллахым, бұл дүниеде арсыз, намыссыз, имансыз қалдырма деймін. Жаным пида енді дейді. Бұл сөзден патша қатты әсерленіп кетіп, ей бала,
senin kanın düşüp ömür sürmeye koydum, azatsın dedi. Bala kuvanıp ketip can çakına karab, bunu ake şişeme bergen altının işe dedi. Ol ata anana sadaka dedi. Şiti de burulup turup ketip kaldı. Şizbe жаңағының жүрегінің тызылдап ауыры тоқтады. Ары жүрді, бері жүрді, қарсы жүрегінің тызылдаған ауырған ауырмай қалды. Содан, ей, ана әулиені шақыр деді. Әулиені шақыр деді. Ей деді, бір бишараның баласын арам өлтіріп жіберейін дедің бе сен? Ей, бұның қанын ішпей-ақ жазылып кеттім ғой мен деп еді. Әулиелер ешкімнен қорққан емес. Мына бізде қазір көпшілік адам әулиеге табынып, бала сұрап, гүл сұрап жүр ғой. Әулиелер үйтіп насихат қылған емес. Әулиелер Алланың шынымен достары болған. Олар патшаның қылышынан, дұшпанның қылығынан қорққан емес. Олар сол үшін вәли болғанда олар. Ей ханием деді, жүрегіңде өмір мейір жоқ еді. Қолыңда өмір садақаң жоқ еді. Мына баланы азат етіп, өзіңе өлім тілеп, мына баланы азат етіп, мәрттік қылдың. Ата-анасына 2 қып алтынды беріп садақа қылдың. Өміріңде 5 тиын садақа қылмағансың. Садақа бәлені қайтарат деді. Бұл садақадан кейін Аллах саған шипа бермей, не береді деді. Жаңағы байға айттым, аға, егер сіз ана қалтаңызда көп болған уақытында $40,000 емес, $4 садақа қып тұрғаныңызда еді, ана Израильге барып $40,000 сарып қылудың керегі болмайтын еді.